Рио Олимпиадасында ел намысын қорғап еркін күрестен қола жүлдеге ие болған Екатерина Ларионова ауданымызға келді. Алдымен даңқты спортшыны аудан әкімі Мержан Сатқанов қабылдады. Ауданымыздан шыққан даңқты спортшы қыз кездесу барысында аудан әкіміне жалпы оған қолдау білдіретін барлық жерлестерімізге ризашылықтарын білдірсе, аудан әкімі спортшыларға әрқашан есігі ашық екенін білдіріп, сыйлығын табыстады. Қарапайым жанұяда дүниеге келіп үлкен жетістікке ие болған Ларионованың анасы да қызының болашағы жарқын екеніне сенім білдірді. Бұдан кейін Қарашығанақ спорт кешенінде аудан спортшыларының жетістігін, аудан спорт тарихын көрсететін музей ашылды. Ашылу салтанатына аудан басшылары, спорт ардагерлері, облыс орталығынан келген спорт саласының мамандары қатысты. Қадірменді спорт сүйер қауым, құрметті спорт ардагерлері, бүгінгі салтанатты шараға қатысушылар, баршаңызды бөрлі ауданымыздың мерекесі алдындағы спортқа арналған мұражайдың ашылуымен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Бұл мұражай біздің спорт ардагерлерінің осы кезге дейін ауданымыздағы жасаған еңбектерінің жемісі болса, сонымен қатар осы жас ұрпақ, жас спортшыларымыздың осы мұражай арқылы ағаларымыздың, апаларымыздың еңбектерін өздерінің бойына сіңіріп, болашақта да ауданымызда жарқын жұлдыздардың шығатынына бір тарихты үлкен белестерге апаратын жас спортшыларға үлгі болатын бір мұражай ретінде білеміз. Аудандық спорт мектебінің еркін күрестен ең алғашқы жаттықтырушысы Талғат Жармұхамбетов сөз алып, өткен жылдардағы аудан спортына тоқталып, барша спортшыларға сәттілік тіледі. Бұдан кейін жиналған көпшілік музейді аралап көрді. Жалпы музейде аудан спортына өз үлестерін қосқан ардагер спортшылар, ел біріншіліктері мен әлем біріншіліктерінде Олимпиада ойындарына қатысқан спортшылардың жетістіктері көрсетілген. Бүгін Бөрлі ауданында үлкен жақсы жаңалық болуда. Мынау облысымыздың аудандарының ішінде тұңғыш рет спорт музейін ашып отыр. Жаңа музейдің ішін аралап өттік. Құнды жәдігерлермен толықтырылған екен. Жаңа көне мұнда ең алғашқы шаңғы да бар, конькилер де бар, басқа да фотосуреттер, түрлі медальдар, барлығы осы өткізілген спорттық шаралардың бірнеше жыл бұрын өткізілген спорттық шараларды еске алып, бір жақсы көңіл күйде тұрмыз. Енді бұндай музей болашақ ұрпақ үшін құнды дүние болып есептеледі. Бүгін әрбір өткізілген жарысымыз ертең тарих қойнауына енеді. Бұл күні волейболдан ардагерлер арасында аудан күніне орай жолдас кездесу өткізілді. Екатерина Ларионова балалар жасөспірімдер спорт мектебінің еркін күрес және грек-рим күресі бөлім оқушыларына шеберлік сағатын өткізді. Олимпиада жүлдегері туған жерге келгендегі әсері мен болашақ жоспарларымен бөлісті. Здравствуйте, дорогие земляки. Я очень рада быть вновь здесь, на своей родной земле. Сәлеметсіздер ме, құрметті жерлестер. Мен өзімнің туған жеріме келгеніме өте қуаныштымын. Мені бұл жерге деген құрмет үнемі осында алып келеді. Өйткені мен осы жердің перзентімін. Бөрлі ауданының Приурал ауылында дүние есігін аштым. Кейін өзімді таныту үшін, шеберлігімді шыңдау үшін Орал қаласына кеттім. Бүгін аудан спортшыларының құрметіне музей ашылды. Онда маған да арналған бір бұрыш бар екен. Мен өте қуанып тұрмын. Мені ұмытпайтын, мені бағалайтын жерлестерімнің құрметін үнемі сезініп отырамын. Алдағы күндері менің жетістіктерім, жеңістерім көп болады деп ойлаймын. Өтепберген Қарасай, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабагожиев, Қарашығанақ телеарнасы.